Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Қайырбекқызы Тұнық. Талдықорған қаласындағы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын номер 20-шы арнаулы лицейінің тарих пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақта мен сіздерге қашықтықтан оқыту кезінде өзім қолданып жүрген әдіс тәсілмен бөліспекшімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаев, Ұлы ойшыл. Оқушыларды қызықтыру мақсатында шағын ойын түрінде өткізбекшімін. Ол үшін Семей қаласындағы Абай музейіне виртуалды саяхат жасаймыз. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда әр ұстаздың алдына қойып отырған міндеттерінің бірі оқыту әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіру және жаңа технологияларды меңгеру болып табылады. Осы арқылы баланың жеке қасиетін аша отырып, оның танымдық қабілетін қалыптастырып, білімін кеңейтіп, тереңдетуге жағдай жасай аламыз. Енді бұл музейдің ерекшелігі сіздердің мына шетінде тұрған кнопкалар арқылы қалаған бағыттарыңызға жүре аласыздар. Яғни музейдің айналасын көруге болады. Сонымен қатар төбесіндегі кнопкалар арқылы әрбір бөлмеге кіріп, жәдігерлермен жеке таныссаңыздар болады. Бұл сайтқа кіру үшін ешқандай тіркеуді қажет етпейді, қолжетімді. Оқушыларыңызға түсінікті болсын десеңіздер, осылай бейнеролик жасау арқылы музейдің тарихына және әрбір бөлмедегі жәдігерлерге тоқталып анықтама берсеңіздер болады. Енді сабақ барысына көшейік. Бұл музей 1940 жылы Семей қаласында Мұхтар Әуезовтің ұсынысы бойынша салынған. Ақынның туғанына 95 жыл толуы қарсаңында құрылған. Бұл ел тарихындағы тұңғыш әдеби мұражай. Мұндағы негізгі қорды 1885 жылғы Абайдың өз қолмен өткізген заттары құрайды. Ал енді бөлмелеріне шағын саяхат жасап қайтайық. Бұл бөлме Абай дәуірі деп аталады. Бөлімдегі мұрағат деректері Құнанбай Өскенбайұлы мен Абайдың әкімшілік қызметтері туралы мағлұмат береді. Сонымен қатар өздеріңіз көріп отқандай, ақынның өзі қолданған қамшысы, ертоқымы және шежіресі жазылған. Бөлменің айналасында қылқалам шеберлерінің туындылары мен көмкерілген. Келесі бөлме Абай шығармашылығының қайнар бұлақтары бөлмесі деп аталады. Абай шығармашылығын нәрлендірген адамзат мәдениетінің 3 түрлі арнасы: қазақ әдебиеті, шығыстың рухани қазыналары және батыс елдерінің мәдениетіне арналған. Бөлімдегі қазақ халқының ертеден келе жатқан бай ауыз әдебиеті мен жазба ақындарының мұралары, шығыс классиктерінің еңбектері жазылған. Бөлменің айналасындағы қабырғалар әлемнің ірі тұлғаларының суреттерімен көмкерілген. Және де экспозицияда Абайдың ақындық кітапханасы көрсетілген. Келесі бөлме Абайдың ақындық өнер айналасы деп аталады. Абай ілімінің аса маңызды саласы Абайдың ақындық мектебі. Абайдың бастаған реалистік дәстүрдің кеңінен қанат жайып таралуы осы ортадан басталады. Абай тағылымы арқылы жас ақындар өз таланттарын ұштап қана қоймай, ұстаздарының да ұлағатын асқақтатқан. Экспозицияда Абайдың ақындық мектебінің талантты шәкірті, ақын, философ, жазушы, аудармашы, сазгер Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығымен ашылады. Және де Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары да бұл экспозицияда өзінің лайықты орнын алған. Келесі бөлме Әлиақбаров бөлмесі деп аталады. 2010 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Әлиақбаров Абай қорық мұражайының 70 жылдығына Абай шәкірім тақырыбында жазылған 189 қылқалам туындысын мұражайға тарту еткен болатын. Кейіннен 2012 жылы мұражай экспозициясында Мақаш Әлиақбаровқа арналған бөлім ашылды.
Бұл сол бөлме. Келесі бөлме сыйлықтар бөлімі деп аталады. Абайдың 150 жылдық мерейтойына қарсаңында Қазақстанның әр жерінен Өзбекстан, Түркия, Германияда қазақ диаспораларының өкілдері мұражайға сыйлықтар тарту етті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қырғызстан, Иран мемлекетінің басшыларының сыйлықтары да қойылған. Бұл бөлмеде аса назар аударатын кітап Зерде кітабы. Бұл кітап Германияда жасалған, түптелген қағаза арнаулы технологиямен құйған, сүйегіне түрлі металл ұнтақтарын қосып жасағандықтан оның парақтары талай ғасырға дейін бүлінбей сақталады. Кітаптың салмағы 58 килограмм, ішінен түптелген парақ саны 200. Осы Зерде кітабында ең алғаш қолтаңба қалдырған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстанның ғана емес, ғаламның интеллектуалдық биігін бағындырған ақынның бүгінгі ғұмырының алтын арқауы осылай жалғасып жатыр. Осылай музейге шағын саяхат жасап болғаннан кейін оқушыларға шағын ой толғау беремін. Біз ұлы Абайды бүгінгі күні қалай есте сақтауымыз керек деп 3 сөйлемнен тұратын өздерінің ойын жазады. Және осылай кері байланыс жасау арқылы сабақты қорытындылаймын. Осылай түрлі әдіс тәсілді қолдану арқылы сабақ өткізсек, қашықтықтан оқыту кезінің өзінде оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады. Бүгінгі мен қолданған әдіс тәсіл сіздердің бір пайдаларыңызға жарады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.